Шаман келсе адам баласына қиянат қылма. Бұл оқиға осыдан 9 жыл бұрын болған. Астымдағы Passat 3 көлігіммен такси болып жүретінмін. Механика қалада қиын ғой, автоматқа ауыстырып алсайшы деген таныстардың сөзіне құлақ асып, демалыста Көкшетау тас жолындағы көлік базарына шықтым. Жас жігіт келіп жабыса кетті. Апай, ауыстырасыз ба? Менде Golf 3 қызыл түсті, үстінен аздаған ақша бересіз деді. Ақшамның жоқтығын білген соң кілтке кілт айырбастайтын болып келістік. Жаңағы Golf'тің иесін жеке шығарып алып, бауырым, көлігің дұрыс болмаса, мені алдамай-ақ қой, кетіп қал. Мен осы машинамен бала шағама нан тауып отырмын деп едім. Жоқ, уайымдамаңыз, бәрі керемет, деді. Айырбас жасадық. Ойымда түк жоқ. 3-ші күні қала көшесінде клиентпен келе жатқанмын, жылдамдық жоғалып кетті. Газға ары басам, бері басам түсінер емеспін. Клиенттер ренжіп түсіп қалды. Сөйтсем қасқа бала өтірік айтыпты. Шлейф мотордағы деген нәрсеге сіріңке шейін тығып, уақытша 3-4 күн жүретін қылып қойыпты. Оны көлік жөндейтін жерде мастерден естігенде шалқамнан түстім. Бауырым, мұның не? Мен саған айттым ғой деп телефон шалып едім. Пошылатына деп тұтқаны қоя салды. Бір Аллаға тапсырдым. Жылап жүріп достардан қарыз жинап көлікті жөндетіп алдым. Айлар өтіп жатты. Бір күні жаңағы ренжіткен жігіт хабарласып тұр, сізбен жолығайын деп едім. Жаным әрең аман қалды. Passat быт-шыт болды. Сайманға өткіздім. Сізден страховкасын сұрайын деп едім. Енді бермейтін шығарсыз, иә, деді. Кел, бауырым, беремін дедім. Бір жапырақ қағазды беріп тұрып, бауырым, бүгін бармыз, ертең жоқпыз. Алла бәрін көріп тұр. Шаман келсе адамдарға жақсылық жаса. Жасамасаң тым болмаса қиянат жасама, зияныңды тигізбе. Деген апайлық ақылымды айттым. Басымнан өткен жағдай жастарға өнеге болсын деген ниетпен жазылды. Кенжегүл Тергенбай.